Армысыздар, Қазығұрт Ньюс арнасында жаңалықтар уақыты. Сіздермен мен Аралым Қайратқызы. Бүгін бізде қонақта болашақ бағдарламасының түлегі, Ұлыбританияда 4 жыл білім алып, Қазақстанда білімін әрмен қарай жалғастырып жүрген Ерасыл Төлебаев. Кеш жарық, көңіл күйіңіз қалай? Саламатсыздар ма, рахмет. Көңіл күй күшті. Уақыт бөліп келгеніңізге үлкен рахмет. IELTS тапсыру менің өзім тәжірибем 3 рет IELTS тапсырдым. Университетке түсіру үшін, шетелге түсіру үшін ең бірінші IELTS тапсырған кезде 2010 жылы болашақ президенттік стипендияны иегері болдым. Мектеп бітіре салып 17 жасымда. Сосын арғатай Малайзияда Малайзияда оқып, ағылшын тілі оқыдым. Advanced level деген болады, ағылшын тілін сол жақта бітіріп, сол жерде қайтадан бір IELTS тапсырдым. Үшінші рет IELTS мен Алматыда тапсырдым. 3 рет IELTS тапсырған кезде 2012 жылы осы IELTS көмегімен мен Ұлыбританияға түсіп, сол жерде 4 жылы болашақ стипендиямен білім алуға мүмкіндік болды, оқып келдік. Жалпы IELTS-тағы қиыншылықтармен бөліссеңіз, жас талапкерлерге, IELTS тапсырушыларға қандай ұсыныстар айтасыз? IELTS деген өте қызықты, оңай емес, бірақ өте қызықты экзамен. Сіздерге, жас түлектерге дайындалып, өзін үйренген ағылшын тілдерін осы IELTS-та сертификат алып, IELTS экзамен өтіп, болашақта университетке түсіп, жұмысқа түсіп деген жақсы бір экзамен, жақсы бір сертификат болады. Өйткені шетелде сізге университетке түскіңіз келсе, осы сертификатқа қарап сізді алады. Өзіңіз білетіндей, 11-ші сынып оқушылары ұлттық бірыңғай тестілеу экзамендерін тапсырады. Көптеген оқушылар, яғни осы тесттен өте алмай қалса, құлазып, өмірдің соңы деп түсінеді, жалпы басқа мүмкіншіліктерді іздемейді. Қандай программаларды, бағдарламаларды ұсынасыз? Қандай мүмкіндіктер бар? ұбт-дан кейін өмір бар деген бір анау бар. ұбт-дан кейін сіздер тоқтамаңыздар. Болмаса программалар өте көп. Оны мысалы елшіліктер, қаншама шетелдің елшіліктері әр жыл сайын бізге Қазақстанға келіп, біз мемлекет осы биыл 200 орынға сізге оқытуға меморандумға қол қойдық дейді. Ол бір. Екіншіден, ент-тен кейін өтпей қалсаңыз шынымен өте бәрі осымен тоқтады деп ойламын. Сіз көп жағдайларды, көп мүмкіншіліктерді көре бастайсыз. Өйткені сізге көру керек. Мысалы, мен ент-ден өте жақсы алмасам да, менің уақытында болашақта оқып, арғыда оқып келген өте жақсы мүмкіндік болды. Сіздерге де қазір уақытта көп бар мүмкіндіктер, бірақ сол бәр мүмкіндіктер сіздің ағылшын тілінің біріне байланысты мүмкіндіктер ашылады. Осылай сіздің IELTS сертификат алғаннан кейін, ертең сізге осы бағдарламаға түсу үшін өте жақсы көмек болады сіздерге. Үлкен рахмет уақыт бөліп келгеніңізге, сұхбаттасқаныңызға. Рахмет. Келесі кездескенше. Рахмет.